Шалкиіз Тіленші ұлы. Bizim ноғай халқымыздың тарихында 15-ші өмірде яшаған ұлы шайырымыз Шалкиіз Тіленші ұлы айырым орынды тұтады. Өмірлер өтерлер, замалар авысар, амма Шалкиіз Тіленші ұлының аты бір заманда да ұмытылмас. Оның шығармалары сөнмес юлдыздай, ноғай халқы арасында ярқырап, неше өмірлер ұзағында яшап келеді, ем яшаяқ. Ноғайымыздың тарихында Шалкиіз Тіленші ұлының тек туған жылы қалған 1420 ел. Бұл 2020 ел bizim саулай ноғай халқымыз бергілейді ұлы шайырымыз Шалкиіз Тіленші ұлының 600 жыллық мерекесін. Белкі, бірнешеулер Шалкиіздің адабиятыман тар байланыслы болмаған болса, елбетте міне сыдыралары әр қайсыға да белгілі болар. Қараңада тұрған едім таңдыр деп, таң шолпанға мен қарадым айдыр деп, теңізлерге кірген едім сайдыр деп, доңыз етін қапқан едім майдыр деп, мырза қызын алған едім байдыр деп, бал аяқтан ішкен едім шайдыр деп, ту биеді йыққан едім тайдыр деп, ноғайыма ер шығардым пайдыр деп. Міне сосы сыдыралар шайырдың яратушылығының өзегі түп мәнесі. Өмірлерді өтіп, bizim заманға дейін еткен сосы өлімсіз сыдыралары. Шалкиіз бұл дүнияға мыңлаған әдемдердің ішінде зейінлігімен, ұсталығымен, шеберлігімен еш біреуге де құсамай сыңар болып енгені ақында өз сыдыраларында айтады. Шалкиіз хан Битемірдің ордасына ювық әдем болған, ханның насихатшысы да болған. Соны шайырдың өзінің ятлыларынан білеміз. Ноғай халқымызда Битемір мен Шалкиіз ақында мынаудай табарықлар қалған. Мен сізге бірнешеуін айтып кетейін. Бір ел хан Битемір Шалкиізге бұлай деген: сосы сен атақла дем, құл қараушыларман неге қолтықласып жүресің? Яды саға мал етіспей ме, бал етіспей ме, берейін саға бәрін. Сонда Шалкиіз оға бұлай ябаплаған: сен дебексің, мен юнмен, сен сұңқарсың, мен қувман, сен солтансың, мен құлман. Бұл сыдыраларды оқығанда аңлайсың Шалкиіздің қара халықпен терен байланыслы екенін. Шайырдың ятлаулары ханға етеділер. Ем Битемір Шалкиізді шақ қаладан қумаға қарар алады. Ханман яуласып, еділ бойынан кете тұрған заманда шайыр Құба-нарға юқ артып деген ятлауын язады. Сонда мынаудай сыдыралар бар. Еділімсің, теңімсің, отың секер, суың шербет. Көп ноғайым кен яйлаған ерімсің, тәлейсіз Шалкиіз бүгінде қазақ шығып барады. Біздей болған ерауға жолың болсын дермісің? Шалкиіздің Битемір мен айқаслары ақында yazылған толғаулардың бірісін өмірлер өткеннен соң bizim белгілі ераушымыз, зейінлі композитор Арсланбек Сұлтанбеков янландырып, жүрегінің сезімін төгіп ерлайды. Ей Битемір, Битемір, қыр иесі сен едің, ер иесі мен едім. Қырды ердан айырдың, омыртқамды қайырдың, қобызау болды үні жоқ, қобызсыз елдің күні жоқ. Юрт таслаттың яламан, қазақ та шығып бараман. Сөйтіп, елінен, юртынан айырылып, қазақ шығып кеткен Шалкиіз ноғайдың Ертіштан Дунайға дейін кен яйылған ерлерін кезеді. Япалақ ұшпас ясыл тау, яқшылардың басы сау,
сөйлей білмес яманның, сөйлегенде өз басына тілі яу. Халықпан сөзін сөйлеген, халық ұлының өзі өлсе де, халық ішінде сөзі сау. Сіз де өлерсіз, өлер bizim өзіміз, өлгенде жұмылар екі көзіміз. Біз өлген соң қалғанлар, сөйлер bizim сөзіміз. Деп, Шалкиіз мұнан 600 жыл артта шайырымыз босына айтпаған. Шалкиіздің үміті ақиқат болып шықты. Оның сөздерін bizim халық міне 600 жылдан бері шашпай, төкпей, мұтпай, жүрегінде сақлап келе жатыр, әлі де көп заманлар сақлаяқ. Аяулы кітапхана оқушылары, мен сізге тілеймін, bizim кітапханамызда Шалкиіздің көп кітаплары бар. Сол көрі сіздің bizim кітапханамызға келіп оқығаныңызды сүйемін. Әлі мен сізді оның бірнеше кітапларыменен таныстырмаға сүйемін. Міне өсиеттен кітап бұл шыққан 1990 жыл Дагестан кітап баспасында. Өсиет революциядан бұрынғы ноғай поэтлерінің шығармалары. Бұл кітапқа кірген bizim белгілі Шалкиіздің бірнеше ятлаулары, Сарқынбай, Досманбет Азаулы, Қазтуған Сүйініш жолы, көп ятлауларын мен таныспа боласыз. Тағы бір кітабы Шалкиіз Тіленші ұлы. Бұл кітапты түзген bizim белгілі журналистіміз Сейдахмет Қопыштаевич Рахмедов. Мұның ішінде міне бірнеше оның ятлаулары бар. Кітап шыққан Дагестан кітап баспасында. Міне менің қолымда әлі менің дүниям. Бұл кітапты yazған bizim белгілі шайырымыз Фарида Сейдахметова. Не үшін мұны мен сізге көрсетірмін, аяулы оқушылар? Неге десе, Фарида Сейдахметова bizim ұлы шайырымыз Шалкиіз Тіленші ұлының бірнеше ятлауларын орыс тіліне көшірген. Міне, бек әру орыс тілінде де оның ятлаулары бек әру оқылады. Ер иесі мен едім. Бұл книгады түзген bizim белгілі шайырымыз Бике Құлыншакова. Бұл книга міне айтылады ер иесі мен едім. Бұрынғы ноғай шайырларының ентігі. Шалкиіз Тіленші ұлы бәріне де белгілі міне қараңғыда тұрған едім деген ятлауы. 20-шы ел өміргі дейін бәр шайырларымыздың да, шайдарымыздың да шығармалары кірілген. Аяулы оқушылар, bizim библиотекаға келгеніңізді сүйемін, оқығаныңызды сүйемін.